Баршаңызға сәлем достар, сіздермен қайып берген жадыра. Бүгінгі видеода осындай әдемі электронды портфолио жасауды үйренетін боламыз. Мысалға, мына жерде менің суреттер жинағым тұр. Келесі дегенді басып көре берсеңіздер болады. Астында YouTube'дан бір видеомды қойып қойдым. YouTube каналыма да сілтеме қойып қойдым. Мысалы, мына жерде сертификат деген жерде алғыс хаттарды, грамоталарымды көруге болады. Жетістіктер деген жерде оқушылардың жетістігін бір бөлек, менің жетістіктерімді бір бөлек, осылай әдемілеп реттеп қоюға да болады. Егер де осындай сайт жасау сіздерді қызықтыратын болса, онда видеоның соңына дейін көріңіздер, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Және де каналыма тіркеле кетіңіздер, себебі педагогтарға арналған видеолар жиынтығы өте көп. Мысалға айтатын болсам, жасанды интеллект тақырыбы, тапсырманы ойын түрінде ұсынатын геймификациялық әдістер, көптеген платформалар, және де қазіргі трендтегі презентацияның жасалу жолын үйрететін практикалық жұмыстарым өте көп. Барлығын бірге отырып үйренеміз. Ал қазір осы портфолио жасауда бірге отырып үйренейік. Google-ға поискқа Google сайт создать деп іздейміз. Сонда мына жерде Google сайт вход в систему деп тұрады. Осыған кіреміз. Бұған өзіміздің Google аккаунтымызбен тіркеліп қоямыз. Мінекей мен мына жерде тіркеліп қойғанмын уже. Мына жерде недавно деген жерде бұрын соңды жасаған өзімнің жұмысым көрініп тұрады. Қазір мына жерде пустой сайт деген үстінен басып сайтымызды жасап бастаймыз. Негізінен мына жерде галерея шаблонов деп бастаңыздар, түрлі сайт жасауға арналған дайын шаблондар бар. Осы жерден де біреуін таңдап жұмыстарыңызды жасасаңыздар болады. Бірақ біз қазір пустой сайт дегенге барамыз. Бізге бірден главная страница ашылады. Мына жерде заголовок страницы дегенде өшіріп тастаймыз да осының орнына портфолио деп жазамыз. Мында лато тонкий деп тұр. Бұл дегеніміз шрифтті білдіреді. Осы жердің шрифтін ауыстыруға болады. Жанды 64 деп тұр. Оған басқа цифрды жазып, көлемін өзгертуге болады. Мен 96-ға қоямын. Бұл жирный I деп тұрған, курсивный U деп тұрған, асты сызылған жазу осындай-сондайларын өзгертуге болады. Және жанында A деп тұр. Оған барсақ, ол осы жазудың түсін өзгертуге болады деген сөз. Мұнда сілтеменің значогы тұр. Осы жазуға сілтеме қоюға болады. Қасында смайликтің значогы тұр. Значит, оны смайлигін ауыстыруға болады деген секілді. Осыны өзгерістер жасауға болады. Мен тимеймін, просто лато тонкий дегенді жирныйға ауыстырамын. Енді осы текстің артындағы суреттің орны тұрға соған мышканы просто жақындатсаңыздар, изображение деген жазу шығады. Осының үстінен басамыз. Осы жерде выбрать и загрузить деген тұр. Выбрать дегенге барып, осы біздің платформа ұсынатын суреттерін біреуін қоюға болады, немесе өзіңіз таңдаған өзіңіздің компьютеріңіздегі суретті загрузить деген батырма арқылы таңдасаңыздар болады. Мен мына жерден біреуін таңдаймын, вставка деген басамын. Сонда мінекей арты әдемі суретке айналды. Енді мына жерде оң жаққа қарасаңыздар, вставка страницы темы деп тұр. Осы жерден вставка дегенге барамыз да. Мына жерде блоки контента деп тұр. Осы жерден кез келген біреуін таңдаймыз. Мысалға, мен біріншісін таңдаймын. Яғни бұл жерде сурет және де кішкене анықтама тұрады. Плюсті басып загрузить деймізде, өзіміздің компьютерімізде тұрған өзіңіздің суретіңізді таңдайсыз. Открыть дегенді басасыз. Егер де суреттің көлемі сіздерге ұнамай жатса, жан-жағындағы мінекей дөңгелек белгілер тұр. Осыларды мышканың сол жақ батырмасымен басып отырып, жылжытып алсаңыздар болады. Қасынан мінекей нажмите деп тұр. Бұл жерге яғни текст жазуға болады. Мен мінекей дайын тұрған текстті әкеліп көшіріп қоя қойдым. Мына жерде шрифт әрқайсынікі әртүрлі болып тұр. Барлығын бірде белгілеп аламыз да. Несколько стилей деп тұр. Осы жерден кез келген бір стильді таңдаймыз. Мысалға, мен заголовок деген таңдадым. Қасында лато деген жерден шрифт таңдаймыз, түсін өзгертеміз деген секілді. Мінекей жаңа портфолио деген жазудағы өзгерістер сияқты. Бұның да настройкаларын осылай ауыстыруға болады. Енді астыға қарай түсеміз. Сөйтемізде мына блоки контента дегенді жауып тастаймыз. Осының астында меню қатарында мына жерде көп деген батырмалар тұр. Осының кейбіреуін қазір біз пайдаланып көреміз. Мысалға, карусель изображение дегенді алып, сіздің суреттерді
жаңа басында көрсеттім ғой, көп суреттеріңізді қойып, соны жылжытып көре алатындай. Мысалға сіздің жаңағы өтіп жатқан сабақтарыңыздың суреті, мысалы жасаған жұмыстарыңыздың суреті, ғылыми жоба қорғап жатсыз деген сияқты сондай әдемі суреттеріңізді алып, осы жерге қойып қойсаңыздар болады. Сурет таңдаған кезде КТРЛ батырмасын басып отырып, қай суреттер керек, соның барлығын бірге белгілеп алып, общий барлық суретті бірге бірден қойып жіберуге болады. Қайта-қайта жеке-жеке жасап өтпеу үшін бәрін белгілеп алып, открыть дегенді басамын, одан кейін вставка дегенді басамын. Сол кезде барлық суретті бірден қоюға болады. Және осы суреттің үстінен басып отырып, экранның қай жеріне қойғыңыз келеді, суретті мысалы мен ортаңғы бөлікке қойғым келеді. Осылай ақырындап жылжытып алуға болады. Және де жан-жағында домалақтар арқылы көлемін де өзгертуге болады. Сол жақ шеттегі батырманы қарасаңыздар, цвет деп 3 түрлі стиль тұр. Осының мен 3-ші стилін таңдаймын, яғни артында әртүрлі түспен осындай фон болып тұрады. Өйткені менде бірінші жазған текст суреттің артында фон әппақ болып тұр. Мынада кішкене басқашалау болсын деген ой. Одан кейін кез келген әлеуметтік желінің сілтемесін қоюға болады. 3 немесе одан да көп қылып қоюға болады. Мен мысалға Инстаграмның сілтемесін көшіріп аламын да, сол жерге қоямын, вставка дегенді басамын. Бірақ маған дәл қазір бұл қажет емес. Мынандай қылып кішкентай ғана шығып тұр, сәл үлкейтуге де болады. Оның көлемін мелкий деген жерде крупный қылып, мына жерде круг деп тұр значок, оны квадратный қылуға болады деген сияқты осындай өзгерістер жасауға болады. Бірақ дәл қазір маған керек емес, сондықтан ең соңында тұрған удалить деген батырманы баса саламын. Одан кейін YouTube деген батырма тұр. Егер сіздердің YouTube каналдарыңыз болса, сол каналыңыздағы видеоны жүктеуге де болады. Мысалы, білесіздер, менің каналымда видеолар өте көп. Соның біреуін шертемін үстінен, содан кейін вставка батырмасын басамын. Сол кезде жүктеледі. Бұны да үстінен басып отырып, кез келген орынға ауыстыруға болады. Енді қарасаңыздар, кнопка деген батырма тұр. Бұл батырма, мысалға, сіз кез келген бір сайтқа өзіңізді мақалаңызды жариялауыңыз мүмкін. Мысалы, бір жасаған жұмыстарыңыз болуы мүмкін, мысалы сайт құрастырыңыз деген сияқты. Сондай бір жұмыстарыңыздың сілтемесін осы жерге қойып, батырма ретінде жасасаңыздар болады. Және оның атауын беруге болады. Мен мысалы мына жерде YouTube каналыма сілтеме деп жаздым. Сілтемесін қойып қойдым. Батырманы ұзын етіп жасадым. Оның да жанынан сол жақ батырмада стиль шығып тұрады. Оның стилін тоже мен 3-ші стильді таңдаймын. Сонда менде ақ, көк болып сайттың стилі ауысып отырады. Менде бірінші бет аяқталды, яғни главная страница менде осындай болады. Енді страница деген жерге барамын. Осы жерде астында плюс батырмасы тұр. Осында создать страницу деген бар. Осыған барамын. Яғни меню жолында главная страница деген жазу тұрады. Содан кейін уже келесі жазу кетеді. Яғни мен мына жерде жетістіктер деп жазамын да, готовы деген батырманы басамын. Бұның ішінде жетістіктер деп шықты, главная страница деп шықты. Енді мына жетістіктер дегеннің оң жағында 3 батырма тұр, 3 точка. Сол жерден добавить под страница деген бар. Осы жерден барамда мен оқушылар жетістігі деп бөлек страница жасаймын, готовы дегенді басамын. Одан кейін тағы да добавить под страницу дегенді басамын да, өзінің жетістіктерімді жазып қоямын. Готовы дегенді басамын. Яғни бұл жерде оқушылардікін бөлек, менікін бөлек көре аласыздар. Мышканы жақындатсаңыздар, уже стрелка шығып, 2 под страница уже шығып тұр. Қазір менің жетістіктерім деген жерде тұрмыз. Вставка дегенге барамыз. Блоки контента деген жерден 6 түрлі блок тұр, осының біреуін таңдаймыз. Мысалға мен біреуін таңдаймын. Плюс батырмасын басамын, загрузить деймін де. Өзімнің суретімді қоямын, жанына текст жазамын. Мен дегенде қазір жетістіктер ештеңе салым кеп тұрған жоқ, себебі мен мұғалім болып әлі де жұмыс жасамағанмын. Менде әзір жетістіктер жоқ. Сондықтан пока что өзімнің оқыған жерімді жазып қоямын. 2 оқу орнын жазып қойдым. Енді қайтадан страница дегенге барамыз. Енді оқушылар жетістігі дегенге барамыз.
вставка, одан кейін кез келген бір блокты таңдаймыз. Мысалы мына блокты таңдадық. Дәл солай плюс батырмасын, одан кейін загрузить деген басамыз да. Мінекей сертификатты жүктедім, и астына мысалы керек болса егерде текст жазып қоюға болады. Егерде мысалы менде екі ғана емес, одан да көп жетістіктер бар десеңіздер, дәл жаңағыдай кез келген блокты таңдасаңыздар, астынан тағы да блоктар шыға береді, сіздер қоя бересіздер. Енді мысалы мына екінші блок таңдадым, одан кейін басқасын таңдасам бола ма десеңіздер, әрине болады. Енді дәл осы әдіспен дәл осылай қайтадан страницаға барамыз, плюс батырмасын басамыз, новая страница деп сертификат деген страница құрамыз. Яғни меню жолында сертификат деп шығып тұрады. Соның үстін басқан кезде уже жаңа под страница дегенге барамыз да. Мысалы сертификат, алғыс хат, грамота деп, мысалы 3 бөлікке бөліп, өзіңіздің жеке алғыс хаттарыңызды бөлек, оқыған сертификаттарыңызды бөлек, алған грамоталарыңызды бөлек етіп, әдемілеп, реттеп жасап қойсаңыздар болады. Көрген адамға да уже приятно да, уже шатаспайды, сізге де уже ұсынғанға да өте ыңғайлы, әдемі. Портфолиомызда дәл осы әдістермен барлығын бірдей жасап дайындап болғаннан кейін жоғарыда опубликовать деген батырманы басамыз. Мына жерде веб адрес деп тұр, осы жерге өзіңіз таңдаған атауды бересіз. Мысалға портфолио деп жазатын болсақ, бұл жерге еще ағылшын тілінде жазу керек. Қарап отырсаңыздар, астына қызыл жазумен уже бос емес деген жазу шықты. Сол үшін мен жанына кзо дегенді қоса саламын, сонда уже галочка ашады, яғни бос, осы атау бос, уже пайдалана беруге болады. Опубликовать дегенді басамын, и уже астына сіздерге сілтемесі шығады, соны открыть деп басып, уже сайтты көре берсеңіздер болады. И осы сілтемені көшіріп алып, басқа жаңағы жіберетін таныстарыңызға, әріптестеріңізге уже жібере берсеңіздер болады. Мінекей өте әдемі сайт шықты. Мына жерде жаңағы YouTube каналыма сілтеме деген бассақ, менің YouTube каналым шығып тұр, мінекей жұмыс жасап тұр. Мына YouTube'дағы видеоны қоссақ, бұл да тоже қосылып тұр. Оның үстіңгі жағында менің суреттерім тұр. Келесі деген стрелканы басып, суреттерді ақырындап көре берсе болады. Мінекей барлығы жұмыс жасап тұр. Мінекей өте әдемі сайт шықты. Мінекей жоғарыда сертификат, жетістіктер деген жерде стрелка тұр, соған просто мышканы жақындатса, уже мінекей бөлімдері де шығып тұр. Мінекей оқушылар жетістігі, мен жетістіктер, мінекей ашып көрейік қазір. Мінекей барлығы ашылып, жұмыс жасап тұр. Қайтадан главная страница деген басыңыздар, қайтадан алғашқы бетке өтеді. Өте әдемі сайт шықты деп ойлаймын. Егер де жасау жолы сіздерге ұнаған болса, онда міндетті түрде видеоға лайк басып, пікірге өз пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Каналыма тіркеле кетіңіздер. Педагогтарға өте пайдалы канал, және де әріптестеріңізбен бөлісуді де ұмытпаңыздар.